Достар, бүгінгі видеода біз Инстаграмдағы өзіңіздің посттарыңыздың пікірлер бөлімінде қалдырған, сіз қажетсіз деп тапқан пікірлерді жасыру функциясын қарастыратын боламыз. Алдымен баптаулар бөліміне кіріп, қондырғылар бөлімінде пікірлер деген батырманы басыңыз. Бұл жерде сіз өзіңіз қажетсіз деп тапқан пікірлерді жасыруды іске қоса аласыз. Ол үшін батырманы іске қосып, қажетті кілт сөздерді енгізуіңіз қажет. Ол қандай кілт сөздер болуы мүмкін? Біріншіден, ол боғауыз сөздер. Екіншіден, бейәдеп сөздер. Және тағысын тағы өзіңізге ұнамсыз сөздерді кілт сөз ретінде енгізу арқылы сіз жағымсыз пікірлерден құтыла аласыз. Мысалы, сіз алма деген сөзді қаламайтын болсаңыз, онда сол сөзді кілт сөздер қатарына енгізіп, растау батырмасын басасыз. Бұдан кейін алма деген сөз сіздің пікірлер санатыңызда көрінбейтін болады. Сіз енді алаңсыз кез келген посттың астында пікірлерге алаңдамауыңызға негіз бар. Достар, егер осы функция қызық болса және түсінікті болса, лайк қойып, бөлісулеріңізді сұраймын. Каналыма жазылып, пікір қалдыруларыңызды өтінемін. Белсенді болуға сіздерді шақырамын.